Ал Ербол досым, туған күнің құтты болсын. Рахмет. Денің сау болсын. Рахмет, Абдышей. Биылдан қалмай, үйленен. Абдышей. Сөзге жоқпын, так что давайте алып қойыңдар. Алып қой дегенде азы. Сен сонда өзің тілегің алмайсың ба сонда? А? Болмайды ғой, Ази, давай. Олай болмайды ғой, Дархан. Азы, давай. Ази. Жігіттер, мен үйленгеннен соң қойғанмын. Сендер де қойыңдар дұрысынан. Азамат, бауырым, біз саған іш деп жатқан жоқпыз. Ішіп кет деп жатқан жоқпыз. Жылына бір келетін туған күн. Бір көңіл көтерейік та? Дархан, үшеуміз-ақ осы, жылда осы. Отырыста отыратын. Мен үшін бір алып қойшы, Азамат, бауырым. Қойшы, досым, өтініш қойшы. Білесіңдер ғой, мен бір ішкеннен кейін тоқтай алмай қалатынмын. Осы арақпен сыйласпай-ақ қойғыш, жігіттер, өтініш. Ербол, түсінгенім бар ғой, не үшін ішпейді десем ше, азы. Біріншіден, бұл қатыннан қорқады. Екіншіден, біз сыйламайды. Қорқан сыйлайды. Аза, біз сыйламайсың ба? Қорқан сыйлайды. Аза, алшы. Дархан, Азамат подкаблук. Пожалуйста, қарамын. Патолог кетіп барады. Астан қарайды. Каблук, кәдімгі Азамат каблук. Азамат каблук. Дархан, іш алмайды деймін. Кел одан жан. Өзіміз алып отырайық. Мен үшін... Кән. Міне Азамат. Красавчик. Кел. Азамат. Еркекші. Кел. Кеттік, Ербол. Құтты болсын, кел. Yes. Алло, Азамат. Жан, не болды? Келемін деп памперс ала салшы. Жарайды болды, 2-3 сағаттан кейін барып қаламын. Бірақ одан көп кешікпей, иә? Қызыңның памперс толып кетті. Жарайды, уайымдама. Ербол, туған күн құтты болсын. Рахмет. Ереке, құтты болсын, туған күн. Сәлем, жігіттер. Жаным Ербол досым. Туған күніңмен. Сипа. Come on in here. Суық. Жақсы келдіңдер ма? Дархан, қыздар шақырғандар емес. Мен үйленген адаммын осымен. Азы. Эгоистсің ба сен? Жоқ, отырыспасын. Біз де ойласа кішкене, біз бойдақпыз ғой. Отыршы тынышы. Сосын үйленгенді айтпамақ ма? Кайфтың бәріміз алсын. Сосын соңында қайтасың. Көңілін көтеріп отыршы, азыр нормальный бар. Қарашы, қасыңа қандай қыздар келіп отыр. Демалғышы бүгін. Ал, кеттік ондай болса. Кәне, Ербол, туған күн құтты болсын. Давай, нормально, әдем демаласың, қыздар, давай. Кәне. Ербол! Кәне. Кәне, қыздар, дадын алып қоямыз, кеттік. Қарашы, қандай демалыс болып азыр.
Алло? Алло деймін. Девушка сөйлесей? Азаматқа берші трубканы. Ол әжетханаға кеткен. Сен девушкасысың ба? Ол бізге вроде басын бос деген сияқты еді. Мен әйелімін, сен кімсің? Ой, девушка, уайымдама. Біз қатыны барларға тиіспейміз. Егер сенбесең, маэстро ресторанына кел. Жігіттер, ачо, Азамат бойдақ емес па не? Вроде сендер үшеуінде бойдақсыңдар ғой? Ерке бол звондаған бывшаясы ғой. Осы сендерде ішіп алған кезде бывшыларыңа звондамайсыңдар ма? А? Конечно. А? Давайте бывшылар үшін алып қояйық. Кәне, кеттік. Хей. Алып қояйық, кәне. Алып қояйық, кәне. Опа! Короче, қыздар, Ербол пәтер алып қойыпты жалға. 3 бөлмелі. Кеттік барайық та. Мен бармайым. Ана Азаматтың расында қызы бар сияқты ғой. Ерке, қош, как будто қызы бар жігітпен көңіл көтермегендей болмаш. Қазір барда, еріне жабыса кетш, қызын ұмытады ол. Сол ғой. Азы, жүре берші бізбен. Сен бармасаң білесің ғой. Бір қызға, бір жігіт жетпей қалса, қыздардың әдеті ғой ол. Бүткіл подругасын бәрін алып кетеді. Мас болып қалдым мен, жігіттер қойыңдаршы. Короче, апарамыз үйге, жүріс болды. Жігіттер қойыңдаршы, үйге барайыншы мен. Үйде әйелім күтіп отыр мен. Кеттік па, жігіттер? Азамат бармай ма не? Азамат дейсің ба? Бетінен бір сүйіп алсаң барады ғой. Қойсайшы. Сендер отыра беріңдер онда. Біз қазір отырамыз Азаматпен. Жүр, кет, жүр. Естің жүріш. Мен қазір өзім сені шығарып салам. Жоқпы ма? Шақыр еркем ай. Ой, мен әйелім бар үйде күтіп отыр. Қызықтың бәрі әлі. Айтайын. Бізге жақындаушы болма, Азамат. Ажырасуға өтініш беріп қойды. Жаным, Салтанат. Кешірші мені, жаным. Мен мас болып қалдым. Ол қыздармен арамызда еш нәрсе болған жоқ. Рас айтамын. Салтанат. Сен үйленген кезде Алланың атымен уәде бергенсің, енді ішпеймін деп. Бірақ ол сөзінде тұрмадың. Алланың атымен уәде беріп сөзінде тұрмаған адамға мен қалай сенем? Сен екінші жары қыздарға бармайтыныңа кім кепіл? Анашым, неге біз ай сайын осы банкоматқа келеміз? Өйткені сенің әкең саған ақша салып жібереді. Қазір осы ақшаға барып азық-түлік аламыз. Ал неге өзі әкеп бермейді ақшаны? Өйткені ол жұмыста, оның қолы тимей жатыр. Анашым, осы басқа әкелер өз әйелдеріне көмектесіп заттарын тасып жатады. Ал неге мен әке көмектеспеді? Ол сондай жаман адам ба? Жоқ, қызым. Сенің әкең жаман адам емес. Ол қаншама жылдар бойы жұмыс істеді. Бізге ақша жіберіп көмектесіп тұрды. Ал менің құрбыларымның әкелері ақшаны да келеді, үйлеріне де барады. Қызым, мен саған өскеннен кейін бәрін түсіндіріп айтып берем. Жүре ма? Міне қызым, әкең сені киінсін деп ақша салып жіберді. Күшті, әке жақсы көрем. Иә.
мә күшті келіп көрейік. Анашым айтыңшы әкеме, мына куртканы көріп кетсін. Қызым, мен саған қанша рет түсіндірдім. Әкең бұл қалада жоқ, ол алыста. Сол үшін саған ақшаны банкоматтан салып жібереді. Сонда біз банкоматтан ақша алған кезде әкем де сол жерде тұра ма? Иә, дәл сол жерде, сол уақытта. Онда келесі айда ақша алған кезде айтыңшы, банкоматта құшақтап алайын. Міне тағы пицца. Анашым, мен туған күніме әкем келе ме? Қызым, мен саған айттым ғой, сенің әкең алыста. Сен қазір достарыңмен көңіл көтеріп отыра тұр. Мен қазір саған торт алып келем, жарай ма? Білесің, мада пиццаның ішінде қосылады. Не болды? У нас сметана қосылса, сметана сыр қосылады. Не білесіңдер, ма негізінен фанта деген. Туған күнің менен, туған күнің менен. Іңкәр қайда? Білмеймін, жаңа не болғанда. Қазір. Білмеймін. Іңкәр? Әкешім, мен сені қатты сағындым. Сенің түрің қандай екенін де білмеймін. Мен білемін, сен осы арғы жағында маған қарап тұрсың. Өйткені сен маған күнде ақша салған кезде темір жәшіктің ар жағында маған қарап тұрсың. Әкешім, келші, мен сені құшақтайын. Қызым. Әкешім, бізге ақша емес, сіз керексіз. Айтшы, анашым, бізге ақша керек жоқ қой деп. Енді әкешім жұмысқа жібермеші, анашым. Иә, қызым. Әкең солай десе, біз қарсы емеспіз. Алтындарым, енді біз тек біргеміз. Ал сізге. Ой, рахмет.